Сәлем, құрметті жан. Бұл медитация өткен оқиғаны жіберуге арналады. Терең дем алыңыз. Мұрынмен алған терең демді ішіңізде бірнеше секундқа сақтаңыз. Және де сезіну арқылы баяу ауыздан сыртқа шығарыңыз. Дем алыңыз. Ішіңізде сақтаңыз ауаны, сыртқа шығарыңыз. Тағы бір дем алыңыз. Терең дем алыңыз және деміңізді ішіңізде ұстаңыз. Енді демді шығарыңыз. Ал енді табиғи түрде дем алыңыз. Табиғи түрде дем шығарыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Енді сіз өзіңізді жайбарақат сезінген шақта өткен оқиғаны ойыңызға алыңыз. Сіз жібере алмай жатқан бұл оқиғаға барынша кірісіңіз. Бұл жағдай қашан болды? Не болды? Осы оқиға болған кезде не сезіндіңіз? Не ойладыңыз? Қандай эмоцияларға ерік бердіңіз? Енді сол эмоциялармен бірге жүретін ойларға көңіл аударайық. Оқиға кезінде, одан кейін өзіңізге қандай сөздер айттыңыз? Мүмкін сізде осындай ойлар болған шығар. Мен ешқайда жарамаймын. Мен жеңе алмадым, мені ешкім жақсы көрмейді. Мен жеңілдім. Әлем әділетсіз. Бұл жай ғана мысалдар. Олар сізге сол жерде, сол кезде сіздің ойыңызда қандай ойлар пайда болғанын түсінуге көмектеседі. Мұндай жағымсыз ойлар бүгінгі таңдағы жағымсыз сезімдерге әкеледі. Егер сіз өзіңізді жақсы сезінгіңіз келсе, ең алдымен жағымсыз ойлардан арылу қажет. Теріс ойлауды өзгертудің бір жолы сенімділікті арттыру және күшейту. Өзіңізді бағалау. Әлемге, адамдарға оң көзқарасты қайтару. Ендеше әрі қарай жалғастырайық. Сол жерде туындаған барлық ойларыңызды жинаңыз. Содан кейін деммен бірге сол ойлардың барлығын шығарып тастаңыз. Терең дем алып, баяу демді шығарған сәтте сол оқиғаны деммен бірге шығарып жатқандай әсерде болыңыз. Жай дем алыңыз. Сізге ерекше еш нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Тек қана терең тыныс алып, сол ауамен бірге оқиғаның шығып кетуіне рұқсат етіңіз. Сіз дем алуды бастағанда жаңа идеяларға жол беріңіз. Жағдайға жаңа көзбен қарау қандай болатынын елестетіп көріңіз. Ешкім де мінсіз емес деп ойлаңыз. Біз бәріміз қателіктер жібереміз. Қателіктерге жол беру қалыпты жағдай. Олардан үйрену де қалыпты жағдай. Өмірдегі кез келген жағдай бұл сигнал, сабақ, өсу, жақсару мүмкіндігі. Тіпті ең қиын жағдай даму аймағы мен өсу аймағы. Енді ойланыңыз, өткен жағдай сізді қалай күшейте алады? Ол сізге не үйретті? Егер сіз не болып жатқанын дұрыс қабылдауды үйренсеңіз, сіз күшейе аласыз және бақытқа жетесіз. Өткенді жіберуге көмектесетін тағы бір маңызды элемент бұл
өзіңізге деген дұрыс көзқарас. Мен жақсы емеспін деп айтудың орнына, сіз мен қателік жібердім, барлығы да қателік жібереді. Мен қателескенді ұнатпаймын, бірақ мен сол қателіктен сабақ аламын деп айтыңыз. Мен осы тәжірибеден үйренгім келеді. Менде көптеген жақсы қасиеттер бар. Және де сіз өзіңіздің жақсы адам екеніңізді еске түсіріңіз. Ашулану қалыпты жағдай. Бұл сезімдер өтіп кететінін біліңіз. Жақында сізде барлығы жақсы болады. Өзіңізге мейірімді болыңыз. Өзіңізге тірек болыңыз. Сіздің бойыңызда күшті және әлсіз жақтар бар. Кемшіліктерге ие болу қалыпты жағдай. Барлық адамдарда сіз сияқты. Олар да өз өмірлерінде қателік жібереді. Қателіктер бұл адам өмірінің бөлігі. Біз бәріміз сәтсіздікке ұшыраймыз. Бір бизнестегі сәтсіздік сізді жоғалтпайды және сізге жеке тұлға ретінде қолданылмайды. Бір бизнестегі сәтсіздікті қалай сипаттауға болады? Қателік жасау бұл сау, қалыпты процесс. Табысты адамдар бірнеше рет сәтсіздікке ұшырайды. Сіз табысты адамсыз. Егер сіз сол қателіктен өссеңіз, сол қателікті тәжірибеге айналдыруға болады. Енді жай ғана терең тыныс алыңыз. Ештеңеге назар аударудың қажеті жоқ. Тек қана босаңсыңыз. Сенімділік сезімі іштей пайда болсын. Ол жылу сияқты қатты күшті сезім. Сол сенім арта берсін. Көбірек болып ішіңізде толып жатқанын сезініңіз. Денеңіздің басынан аяғына дейін сенімділік ұялауда. Сенімділікке толы болу өте жақсы. Өзіңізге деген сенімділіктің өсуіне мүмкіндік беріңіз. Ол сіздің әрекетіңізден өседі. Ол үлкенірек болады. Одан да күшті болады. Сізді толтырып, сіз өзіңізді сенімді сезінесіз. Дәл қазір толық сенімділікті сезініңіз. Тыныштықта өзіңізге сенімді болыңыз. Көбінесе кейбір адамдар өткенінің ауыр оқиғаларының бір бөлігіне айналады. Бұл адамдар күшті сезімдермен байланысты. Бұл эмоционалды байланыс өте ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Көбінесе біз ашулану, реніш, аяқталмаған махаббат, кінә эмоциялармен байланысты бола аламыз. Өткенді және бәрін босату үшін осы эмоционалды байланысты аяқтайтын уақыт келді. Осыған байланысты тыныштанып, бірнеше рет тыныс алыңыз. Сол бір оқиғаға қатысы бар адамды елестетіңіз. Ол адам сізге саналы түрде, немесе бейсаналық түрде зиян келтірді. Осы адам туралы ойлау нәтижесінде пайда болатын сезімдерді көрсетіңіз. Ұят, ашулану, үмітсіздік. Оларды ақырын атаңыз. Сондай-ақ өзіңіздің физикалық сезімдеріңізге, әсіресе мойын мен ішке назар аударыңыз. Сіз алаңдап тұрсыз ба? Ғаламға немесе Құдайға ақылдасып,
Құдайдан ол адам үшін кешіруге мүмкіндік беруін сұраңыз. Кешіру сияқты қабілеттің мәні неде екенін ойлаңыз. Мүмкін сіз түсінесіз. Кешіру өзіңді босатуға, өткенді тастап әрі қарай жүруге көмектеседі. Құдайдың кешірімінің энергиясы сіздің ойларыңызда және жүрегіңізде. Енді өткен оқиғаға қатысы бар адам туралы ойланыңыз және оған мен сені кешіремін, жіберемін, қуаныш пен махаббат тілеймін деп айтыңыз. Бұны бірнеше рет қайталаңыз. Әр жолы терең тыныс алумен және тынысты шығарумен қайталаңыз. Әр шығып жатқан деммен бірге барлық естеліктерді, сол адамға қатысты барлық нәрсені қалай шығарғаныңызды елестетіп көріңіз. Соңында сізді ренжіту ауыртпалығын қалай алып тастайтынын сезініңіз. Ішіңізде босату сезімі пайда болады. Өзіңізді жеңіл сезініңіз. Теріс сезімдерден арылып, бұл адамды мұғалім ретінде қарастырыңыз. Олар не үйретеді? Бұл адам сізге не үйретті? Бұл қарым-қатынаста сіз қандай сабақ өттіңіз? Дұрыс қорытынды жасаңыз. Сенімділік сезімі іште пайда болсын. Сенімділік сезімі іште бір жылу сияқты болуы мүмкін. Қатты, күшті сезім. Осы сенім арта берсін. Көбірек ішіңіздің барлығы сенімділікке толқысын. Сіздің бүкіл денеңіз басынан аяғына дейін сізден жарқырайды және сіз тұрған бөлмені жарықтандырады. Сенімділікке толы болу өте жақсы. Өзіңе деген сенімділіктің өсуіне мүмкіндік беріңіз. Ол сіздің әрекетіңізден өседі. Ол үлкенірек болады. Одан да күшті болып сізді толтырады. Дәл қазір толық сенімділікті сезініңіз. Өз ішіңізді тыныштықпен, сенімділікпен толтырыңыз. Қазір осы жаттығуды аяқтағаннан соң өз ішіңіздегі сенімділікті сақтаңыз. Ақыл мен денеңізді ояту уақыты келді. Айналаңызға назар аудара отырып, көзіңізді ашып, бөлменің айналасына қараңыз. Қаласаңыз, созылыңыз, денеңіздің оянғанын сезініңіз. Сіз толығымен оянып ояу болсаңыз, әдеттегі өмірге оралуға болады. Және алдағы уақытта сіз өзіңізге сенімді және тыныштықтасыз. Егер медитация ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа. Махаббатпен, Перизат Султан.